Ислам ғалымдарының бірегейі намаз мешіттен шыққаннан кейін, қажылық Меккеден келгеннен соң, Рамазан ораза біткеннен кейін көрінеді деп айтқаны бар. Бұдан түсінетініміз, кез келген адам мешітке барып намаз оқыған кезде сөзімен әрекетіне, әдептілігінің баршасына мән беретіні сөз. Дәл сол секілді мешіттен шыққаннан кейін сол әдептілік пен сол тәртіптіліктің барлығы көрінсе, онда намаздың сізге әсер еткені, намаздың сізге нәтижесін бергені, арсыздық пен бүкіл жаманшылықтан тыятын намаз болса, ал сол мешітте ғана болмау керек, ол шынайы өмірде де болу керек екендігін түсіну керек деп тұр. Дәл сол секілді қажылыққа барған кезде бүкіл жаманшылық атаулыдан тыйылып, ал қажылықтан келгеннен кейін қайта жаманшылықты жасап жатсаңыз, онда қажылықтың қабыл болмағанның бір көрінісі дейді. Қажылықта қалай өзіңізді ұстадыңыз, дәл сол секілді қажылықтан кейінге де келгеннен кейін өмірде сол ұстанымды ұстасаңыз, онда қажылықтың дұрыс болғаны. Дәл сол секілді Рамазан айында жаман сөзден, жаман ойдан, жаман әрекеттерден тыйыламыз. Міне Рамазан біткеннен кейін осы мінездеріміздің бәрі сақталса, онда оразаны шынайы ұстағанымыз екен. Мына осы ғибратты сөздерді жадымызға сақтап, соған сәйкес амал жүрсек, бүкіл құлшылығымыздың дұрыс болғаны деп түсінуіміз керек.